Қарсымыз, өз баламыз өзіміздің елімізде өсіп тәрбиеленген қалаймыз. Оған қарсымын. Жалпы жетім балаларды сату деген дұрыс емес негізі. Қарсымын. Өзіміздің қазақтың балалары өзіміздің елде қалу керек. Қазір көптеген жағдайлар шығып жатыр ғой. Шетелге сатып кеткен балалар кейін қайтадан осында келіп ата-аналарын іздеп өздері жағдайларын айтады. Ол жақта тоже олармен жақсы не обращались. Я не могу категорически быть против, но если продают именно за деньги, то, конечно, я против. Нет, это уголовное дело. Надо оставлять их здесь, да? Конечно. Я продвигаю тот факт, чтобы запретили и за этим следили. Я считаю, что это недопустимый факт. Зачем нужно? Нельзя продавать, получается. Нужно знать, куда их продаешь. Откуда мы знаем, в какие условия и куда их зачем продают. Свои граждане нужны своему государству, и государство должно заботиться о них. Пусть даже это дети-сироты. Конечно, негативно. А как еще смотреть на это? Вы считаете, что это неправильно, да? Продажи детей, конечно, да. Как можно? Это негуманно, как минимум, продавать детей. Шетелге балаларды сату жайында мен анық ештеңе білмеймін. Сондықтан енді шетелге сатылған балалар бар болған болса, ол біздің қоғамның соры деп ойлаймын. Себебі кеше көріп жатсыздар, қаншама бала шетелге сатылып кеткен, оларды өздерінің ана тілін білмейді, қазақ тілінде сөйлей алмайды. Енді іште жатқан көп, тұншығып жатқан сырлар бар. Сатылып жатқан нәрселер рас сондай болып жатса, осыны тоқтату керек. Біз өзіміз қазақ аз ғана, сатылып жатқан балалар көп болып жатқан болса, шетел асып кеткен балаларымыз болған болса, осының барлығы ашылсын іс арты деп сондай көзқарастамын мен.